дәрісіміздің тақырыбы әртүрлі сипаттағы төтенше жағдайлар. Жалпы бүгінгі дәрісіміздің жоспарында біз табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар, техногенді сипаттағы, экологиялық сипаттағы және әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлар, олардың жіктелуі және олардың зардаптары, сонымен қатар олардың алдын алу іс-шаралары туралы өтеміз. Жалпы бүгінгі сабағымыздың мақсаты төтенше жағдайлардың болуы, жіктелуі, олардың зардаптары және алдын ала шараларын үйрену. Жалпы төтенше жағдай дегеніміздің өзі адамдардың қаза табуына әкеліп соққан, немесе әкеліп соғуы мүмкін, олардың денсаулығына, қоршаған ортаға және шаруашылық жүргізуші объектілерге нұқсан келтірген, немесе келтіруі мүмкін, халықты едәуір дәрежеде материалдық шығындарға ұшыратып, тіршілік жағдайын бұзған, немесе бұзуы мүмкін авария, зілзала, немесе апат салдарынан белгілі бір аумақта туындаған кенеттен болатын оқыс оқиға. Жалпы төтенше жағдайларды үлкен 4 топқа жіктейміз. Табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар, техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, экологиялық сипаттағы төтенше жағдайлар және әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлар. Жалпы төтенше жағдайлар объектілік, жергілікті, аймақтық, өңірлік және жаһандық болып бөлінеді. Табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар, олар табиғаттың тылсым күш әсерінен болатын құбылыстар. Оған жер сілкінісі, су тасқыны, дауыл, жанартаудың атқылауы, табиғи өрттер, биологиялық апаттар, жалпы табиғаттың тылсым күш әсерінен болатын құбылыстар жатады. Енді біз осы аталған әрбір табиғи сипаттағы төтенше жағдайларға жеке-жеке тоқталамыз. Жалпы табиғи сипаттағы төтенше жағдай дүлей зілзала, су тасқыны, табиғи өрттер, індеттер, мынау ормандардың кеселдері мен зиянкестері арқылы зақымдануын туғызатын төтенше жағдайлар. Осы табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың ішіндегі өте кең ауқымдысы жер сілкінісі болып табылады. Жер сілкінісі жер қыртысы немесе мантия бетінің кенеттен қозғалуы нәтижесінде және тығыз тербеліс түрінде үлкен қашықтыққа берілетін жер асты дүмпулері мен жер бетінің тербелісі. Жер қыртысындағы сейсмикалық толқындар тарайтын нүктені жер сілкінісінің ішкі кіндігі деп атайды. Жер сілкіну ішкі кіндігінің ең қысқа қашықтықтағы жер бетінің орнын жер сілкіну кіндігі деп атайды. Жер сілкінудің қарқындылығын 12 балдық сейсмикалық шкала бойынша бағалайды. Жалпы 12 балдық шкала Медведев шкаласы болып саналады. Ал енді жер сілкінісінің магнитуда шкаласы бойынша ең жоғарғы балл 9 балды құрайды. Жер сілкінісі болжанатын және қайтымды құбылыс. Жер сілкінісінің қаупі 6-7 балдан басталады. Жалпы жер сілкінісінің магнитудалық шамасын сипаттайтын Рихтер шкаласы бойынша, міне өздеріңіздің алдарыңызда бірнеше балдық жүйе бойынша, яғни 9 балдық жүйеге байланысты жер сілкінісінің зардаптарын көрсетіп отырмыз. Жалпы біздің Қазақстан Республикасы бойынша жер сілкінісіне қауіпті облыс оңтүстік облыстары болып табылады. Оңтүстік облыстың ішіндегі Алматы облысы. Жалпы бір жылда 364 күн бар деп есептейтін болсақ, Алматы облысында 500-ге жуық жер сілкінісі орын алады екен. Ал бірақ жаңа ғана өзіміз айтып отырғандай, жер сілкінісінің қаупі 6-7 балдан басталады. Жалпы әртүрлі балдық жүйеге байланысты, мысал үшін жаңа біз айтып отырмыз, Алматы облысындағы бір жылдағы болатын 500-ге жуық жер сілкінісінің ішінде біздерге, яғни адам өмір сүріп отырған ортасында сол адамдарға білінбейтін төменгі балдық жүйелер көрсетеді. Мысалы 0 балда өте жай жер сілкінісі. Бұл жағдайды тек құралдар көмегімен ғана анықтауға болады. Ал 1 балда адамдарға ешқандай да білінбейді. Ал 2 балдық жүйеде ғимараттар мен тұрғын үйлердің жоғарғы қабаттарында ғана байқауға болады. 2,5-3 балдық жүйе бойынша ғимараттың барлық қабаттарында байқауға болады және ілініп қойылған заттар теңселіп тұрады. Ал 3,5 балдық жүйеде есіктер мен терезелер ашылып, жабылып тұрады. 4-4,5 балдық жүйеде ғимараттардан тыс жерде де байқалады. Су қоймасы мен су жинаған жерлердегі судың бетінде толқындар пайда болады. Эпицентрге жақын жерлерде ғимараттарда кішігірім сызат пайда болуы мүмкін.
Ал енді 5 балдық жүйеде бір атом бомбасының энергиясына сәйкес болады. Жүріп келе жатқан адамдар тепе-теңдігін жоғалтады. Әйнектер сынып, қабырғаның штукатуркасы жарылады. Ал енді 6 балдық жүйеде кейбір жерлерде әжептәуір нұсқан келуі мүмкін. Жыл сайын мұндай жер сілкінісі 100-дің шамасында, яғни адамның өз аяғында тұруы қиындайды және сейсмикалық тұрақты емес ғимараттар құлап, бұзыла бастайды. 6,5 балдық жүйе бойынша жерге сызат түсе бастайды. Ескерткіштер және тағы сол сияқты заттар құлайды. 7 балдық жүйеде қатты жер сілкінісі, жалпы дүрбелең болады. Тұрғызылған құрылыстар құлап бұзылады. Жер асты құбырлары жарылып, үзіліп кетеді және жердегі сызат үлкен болып білініп тұрады. 7,5 балдық жүйеде құрылымдардың көптеген бөлігі бұзылады және опырмалар орын алуы мүмкін. Жалпы 8 балдық жүйеде жер астындағы құбырлар түгелдей және темір жол, трамвай жолы істен шығады. 8,5 балдық жүйеде энергиясы бір атом бомбасының энергиясынан миллион есе көп болады. 9 балдық жүйеде ғимараттар толығынан құлап, заттар ауада ұшып жүреді. Жалпы қазір өздеріңіз тыңдап білгендей, жер сілкінісінің магнитудалық шкаласы бойынша, әр түрлі балдар бойынша, әр түрлі 9 балға дейінгі аралық бойынша, міне осындай жер сілкінісі зардаптары болады. Жалпы жер сілкінісінің бір сөзбен айтқанда, жер асты дүмпуі және жер беті тербелісі жер сілкінісі. Ал енді сонымен қатар табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың ішінде қар көшкіні, қар және мұз көшкіні. Жалпы қар және мұз көшкіні тау шыңдары мен беткейлеріндегі қар және мұздақтардың қозғалуы және төмен қарай сырғуы. Бір сөзбен айтқанда, мынау биік тауларда қар массасының жоғарылауынан өзінің ауырлық салмағы әсерінен қардың жоғарыдан төмен қарай сырғуы. Жалпы қар көшкіні құлағанда әуе толқынында өте қауіпті жағдай туындайды. Және сонымен қатар келесі біздің айтайын деп отырғанымыз табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың ішіндегі өте үлкен материалдық шығынға алып келетін су тасқыны. Су тасқыны бұл қар мұздақтардың еруінен, нөсерлердің үздіксіз жауынан, өзен көлдердің арнасынан тасуы болып табылады. Жалпы Қазақстан Республикасы бойынша 200-ге жуық су тасу қаупі бар су қоймалары бар. Міне сол су тасу қаупі бар су қоймаларының айналасындағы тұрғындарға өте қауіпті болғандықтан оларға алдын ала ескерту жұмыстары жүргізіледі. Және сонымен қатар су тасқыны болжанатын құбылыс болып табылады. Жалпы табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың ішінде мына табиғи өрттер де өте қауіпті болып саналады. Табиғи өрттердің туындайтын орындары, олар жалпы найзағайдың жарқырауынан туындайды және сонымен қатар жаздың күнгі өте ыстық алқаптың өздігінен тұтануынан туындайды. Сонымен қатар дауыл табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың ішінде біздің қазіргі соңғы кезде кеңінен алып отырған, үнемі жиілеп бара жатқан табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың бірі болып табылады. Дауыл дегеніміздің өзі мынау желдің жылдамдығы өте қатты, яғни желдің жылдамдығы 20 метр секундтан жоғары болып, үлкен материалдық шығын алып келетін табиғи сипаттағы төтенше жағдайдың бірі болып табылады. Енді жалпы жаңа ғана өзіміз көрсетіп отырғандай, төтенше жағдайлардың біз қазір сіздермен бірге табиғи сипаттағы төтенше жағдайларға сипаттама беріп өттік. Ал енді техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар. Жалпы техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар өнеркәсіп, көлік авариялары және басқа да авариялар, өрттер, күшті әсер ететін улы, радиоактивті және биологиялық жағынан қауіпті заттарды тарататын авариялар, үйлер мен ғимараттардың кенеттен қирауы, бөгендердің бұзылуы, тіршілікті қамтамасыз ететін электр энергетика және коммуникация жүйелеріндегі тазарту құрылыстарындағы авария туғызатын төтенше жағдайлар. Жалпы бір сөзбен айтқанда, техногендік сипатты төтенше жағдайлар, олар адам мен техниканың арасы қарым-қатынасы нәтижесінде туындайтын төтенше жағдайлар. Қазір соңғы кезде
мынау соғыс кезінде қаза болған адамдардың санынан техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың әрекетінен болуынан туындаған адамдардың саны күннен күнге артуда екен. Жалпы бұл техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар не себепті туындауы мүмкін? Бұның негізгі себептерінің бірі мынау өнеркәсіпте немесе жаңағы көлік жүргізу кезінде техникалық қауіпсіздік ережелерін адамдар дұрыс сақтамауы. Жалпы ол өндірісті кім тұрғызады? Адамдар тұрғызады. Ал көлікті кім жүргізеді? Адам жүргізеді. Ол көлікті кім жасайды? Адам жасайды. Олай болатын болса, тікелей техника мен адамдардың арасындағы қарым-қатынас нәтижесінде туындаған техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар біріншіден адамның іс әрекетіне тәуелді болады. Жалпы өнеркәсіптерде мысал үшін айтатын болсақ, өнеркәсіптерде не үшін төтенше жағдай туындайды? Сол өндіріс орындарында, өнеркәсіптерде тетігі жаңағыдай бұзылған немесе сақталу мерзімі өткен, немесе жаңағы сол жердегі қондырғылардың тозған қондырғыларды дер кезінде жаңасымен алмастырмағандықтан авария туындауы мүмкін. Бір сөзбен айтқан кезде, техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар адамдардың өзінің қызметіне жауапкершіліксіз қарағандығынан, екіншіден техникалық қауіпсіздік ережесін дұрыс сақтамағандықтан, немесе өз жұмысына салғырт қарап, өз өміріне дұрыс қарамағандықтан деп айтуға болады. Мысал үшін, көлік авариялары не себепті болады? Көлік авариялары сол көлікті жүргізуші маманның, көлікті жүргізушінің ережені дұрыс білмегендіктен. Яғни, әрбір қызметкер немесе кәсіпорын қызметкері немесе көлік жүргізушісі өзін сол өнеркәсіп қызметіне лайықты білікті маман болмағандықтан туындауы мүмкін. Жалпы техногендік сипаттағы төтенше жағдайларға химиялық қауіпті объектілердегі апаттар, өрт және жарылыс қаупі бар объектілердегі апаттар, радиациялық қауіпті объектілердегі апаттар, көліктегі апаттар, гидродинамикалық объектілердегі апаттар, коммуналды және электр жүйесіндегі апаттар. Яғни, бұл қазір біз айтып отырған барлық жүктелулер бойынша барлығында жұмыс жасайтын адамзат болғандықтан, ол адамзат өзінің жұмысына жауапкершілікпен қарайтын болса, онда техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды азайтуға мүмкін болар еді. Соның ішінде қазір ғана біз айтып отырған мына көлік апатын, мына өздеріңіз көріп отырғандай, апат кенеттен болған ауыртпалық, арты қайғыға соқтыратын жағдайлар, қирау, бүліну, жойылу, біреудің немесе бір нәрсенің қаза болуы, аса ірі әскери жеңіліс, жеке және қоғамдық өмірде күрт өзгеріске әкелетін күйзеліс, жүйенің қирауына немесе оның жұмыс тәртібінің елеулі бұзылуына әкелетін секірмелі құрылымдық функционалдық өзгерістер. Жалпы, авария мен апаттың бір-бірінен айырмашылығы өте үлкен. Авария дегеніміз ол технологияның, құрал жабдықтардың бұзылуынан туындаған жағдай. Ал апат деп отырғанымыз ол адам өліміне алып келетін кең ауқымды, кенеттен болатын оқиға. Және сонымен қатар техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың ішінде өрт тілсіз жау. Яғни техногенді өрттер, біз оларды өрт тілсіз жау деп атаймыз. Жалпы, мынау өртті 100% деп есептейтін болсақ, соның ішінде 3-7% табиғи сипаттағы өрттер құрайтын болса, 93-97% техногенді сипаттағы өртті құрайды. Себебі адамдар мынау жаңа ғана біз айттық, электр жүйелеріндегі өткізгіш сымдардың тозығы жеткен өткізгіш сымдардың әсерінен, немесе жаңағы мынау көліктер туралы айтатын болсақ, көліктердегі мынау техникалық байқаулардан өтілмеген, немесе техникалық байқаулар кезінде көрсетілген, жасалған ескертпелерді дер кезінде қалпына келтірілмегендіктен техногенді сипаттағы өрттер көбірек туындайды.
Жалпы төтенше жағдайдың алдын алу үшін жүргізілетін шаралар, яғни төтенше жағдайдың болу қатерін мүмкін болғанша азайтуға, адамдардың денсаулығы мен өмірін сақтауға, залалдары мен материалдық шығындардың мөлшерін кемітуге арналған іс-шаралар кешені болып табылады. Жалпы 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасының азаматтық қорғаныс туралы заңына сәйкес жалпы бірнеше міндеттері қаралған. Біз осы заңдағы, яғни осы 2014 жылғы 11 сәуірдегі азаматтық қорғаныс туралы заңның қандай да бір бабын алсақ та, қандай да бір баптың тармақтарын алсақ та, адамзаттың өмір сүруіне және олар адамзат өмір сүріп отырған ортада тіршілік көзін қамтамасыз етілетін және сол адам өмір сүріп отырған ортада өмір сүру қауіпсіздігін қамтамасыз етуге негізделген. Жалпы біз қазір сіздермен бірге экологиялық сипаттағы төтенше жағдайлар туралы айтатын болсақ, жалпы экологиялық сипаттағы төтенше жағдай атмосфераның ластануына, гидросфераның ластануына, литосфераның ластануына алып келіп соғады. Жалпы адамзат 20 ғасырдың соңы, 21 ғасырдың басы техниканың күрделеніп дамыған кезі. Жалпы адамзат өзінің материалдық мұқтаждығын қамтамасыз ету мақсатында өндірістерді көбейтіп, экономикалық жағдайын көтеріп, жалпы алдыңғы қатарлы мемлекеттердің қатарына қосылу үшін өндірістердің саны күннен күнге көбейіп жұмыс жасауда. Бірақ сол өндірістерден шығып жатқан қалдықтар біздің қоршаған ортамызға үлкен көлемде зиянын тигізуде. Атмосфераның ластануы мына өндірістерден шығып жатқан қалдықтардың, яғни түтіндердің құрамындағы дисперсті бөлшектердің және улы газдардың қоршаған ортаға, атмосфераға таралуынан адамдар соңғы кездері түрлі ауруларға шалдығуда. Ал енді мынау гидросфераның ластануына келетін болсақ, бір ғана мысал, мұнай алу барысында сол теңізге қайтадан құйылып жатқан қалдықтың әсерінен ол теңіздегі тірі организмдердің барлығы және сонымен қатар оның айналасындағы халықтардың көпшілігі түрлі ауруларға шалдығуда. Ал енді біздің жалпы экологиялық сипаттағы төтенше жағдай, мынау түрлі химиялық объектілердің, жалпы біздің Қазақстан Республикасы бойынша 500-ге жуық күшті әсер ететін улағыш заттармен жұмыс жасайтын, немесе оларды өндіретін, немесе оларды пайдаланатын, немесе оларды тасымалдайтын бірнеше өндіріс орындары бар. Бір сөзбен айтқанда, экологиялық сипаттағы төтенше жағдайлардың әсерінен соңғы кездері адамдар түрлі ауруларға шалдығып жатыр. Оның ішіндегі бірінші кезекте мына ісік ауруы, адамдардың мутацияға ұшырауы және мынау адамның асқазан, ішек және тыныс органдарының түрлі ауруларына шалдығуда. Ал енді жалпы осы жерде бір айта кететін жағдай, экологиялық сипаттағы төтенше жағдайдың алдын алу ретінде мен мына бір мәселені айтар едім. Мынау өндірістерден шығып жатқан қалдықтардың өндірістердің мұнжараларына соңғы заманауи тұрғыдағы, жаңа технологиялық тұрғыдағы фильтрлерді орналастыратын болса, онда біздің атмосферамызға соншалықты адамдарға кері әсерін тигізетін зиянды қалдықтар орын алмас еді. Ал енді әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайларға келетін болсақ, қазір соңғы кезде біздің дүние жүзінде, әлемде деп айтсақ та болады, оның ішінде Қазақстан Республикасында өте кеңінен орын алып отырған төтенше жағдайлардың бірі болып саналады. Оған ұрлық, зорлық, зомбылық, соғыс, көтеріліс, адамдарды кепілдікке алу, құмар ойындары, ішімдікке салыну, жеңіл жүріске салыну, діни экстремистік ұйымдардың кері іс-әрекеттерінің барлығы осы әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайларға жатады. Әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу іс-шаралары ретінде мынау әрбір жасөспірім, яғни балабақшадан бастап, мектеп оқушыларынан бастап, яғни мектептің аясында, балабақша аясында және жоғарғы оқу, орта оқу орындарының ішінде түрлі осы әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайларға байланысты түрлі тәрбиелік мәні бар іс-шаралардың өткізілуі әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алуының бірі болып саналады. Жалпы бүгін біз сіздермен бірге
төтенше жағдайлардың жіктелуі, яғни табиғи сипаттағы, техногендік сипаттағы, экологиялық сипаттағы және әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы сіздерге кішкене болса да мағлұмат бердік. Жалпы осы аталған төтенше жағдайлардың қай-қайсысы болса да үлкен зардап әкелуі мүмкін. Жалпы бұдан келетіні, мен айтар едім, табиғи сипаттағы төтенше жағдайларға ешқандай біз қарсы тұра алмаймыз. Бірақ дегенмен табиғат сөйлейді екен. Адам менің бергім келмеген қазба байлықтарымды менің еркімсіз қанша рет тартып алатын болса, мен оған сонша есе кері әсерімді тигіземін дейді екен. Ал енді мынау техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар туралы айтатын болсақ, барлығы бір сөзбен айтқан кезде адамның техникамен арасындағы байланысынан туындап отырғандықтан, міндетті түрде адам өз өмірі үшін техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды болдырмауға тікелей өзінің үлесі. Жалпы әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлар, олар адам мен адамның арасында қарым-қатынастардан туындайтын болғандықтан, олар да бірінші кезекте адамның тәрбиесі, отбасы тәрбиесі және қоғамдық ортадағы тәрбиесі, яғни саяси әлеуметтік тәрбиелерге келеді. Жалпы бүгін сіздермен бірге төтенше жағдайлар және оның жіктелуі бойынша, және олардың зардаптары бойынша, және олардың алдын алу іс-шаралары бойынша қысқаша осы